1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді татулық пен келісім нұрына малынған 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Eşermisiz kadeh kişileri, bütün Tatar milleti sizin birdemini, kuni bilen 1 майдан котелый. 1 май, вместе с май, поднимайся и вставай, и не майся, просыпайся, с песней солнышко встречай. Kaka, bugün tuğmen kalka size 1 May birliktelik günümen kutluktayım. On this wonderful spring day, the mood will be cool. Happy May Day, happy weather, we always happy. Тілі бөлек болғанымен тілек бір. Барлық халықтың бірлік күні бүгінгі күн. Бірлік күні құтты болсын, достығымыз мәңгі жасасын. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Barşanızda айтулы мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке, бақыт тілеймін. Қазақ жері қонақжай төрдің жері. Қазақ елі қас сақтай ердің елі. Толқынында тарихтың қуғын көрген, барша ұлтқа құт мекен болған еді. Собалаңдап көпшекке қасіретті, ұлт ұрпағы өнерге өсиетті, риза көңілменен елге деген арнайды барша халық ақ тілекті. 1 мамыр мерекесі құтты болсын. Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Қуаныштан жеткізбейді сіздігім, бар халықты білініп тойы күн бүгін. Халқым мәңгі өмір кешсін бақытты, бір тамырмен байлық болған кіндігін. 1 мамыр достық күні, барлық ұлттардың қосылатын басты күні. Bir ұлт болып, бір жерде біргеміз, бір елде мәңгі өмір сүреміз. 1 мамыр мерекесі құтты болсын. Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Тарих көшінің белгілі бір кезеңінде тағдыр тауқыметін арқалап, сол ақай саясаттың құрбанына айналып елімізге келіп қоныстанған ұлттар мен ұлыстар үшін қазақ жері киелі алтын бесікке айналды. Мен қазақтың мың өліп, мың тірілген, жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкіммен күн түрілген. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта бергім келеді, айта бергім. 1995 жылы ұлттырылық, татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ағайын туған бар адам адалдық үшін жаралған, бар қымбат туыстық, баянды болсын тыныштық. Борщ. Очень вкусно, приятного аппетита!
Бұл қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ. Ал мынау жылқының еті, қазы. Ал мыналар болса сиырдың еті. Қазақтың ұлттық тағамына жылқының етінен қазыны жасап пісірсек, өте дәмді болады.